Қайырлы күн. Менің есімім Қожахметова Айгерім Ғаниқызы. Мен номер 35-ші Ертөсті Бөбекжай бақшасының логопед мұғалімімін. Бүгінгі өтетін шебер сыныптың тақырыбы мектепке дейінгі ерекше білім беруде балаларды скаффолдинг әдісі арқылы шығармашылыққа баулу. Қазіргі жас ұрпағымыз біздің болашағымыз. Бұл жас ұрпақтың ішінде өз жас ерекшелігіне сай балалар да, және де өз мүмкіндік шектеулі балалар да бар. Бұлардың балалардың бәрін ендеше біз бөлмей жармай, болашағына жол ашып, бірдей көзқараспен қарауға біз міндеттіміз. Көп жағдайда мектепке дейінгі жастағы балаларда тілінің бұзылысы көп кездесіп жатады. Бұның себебі сенситивті кезең деп аталады. Баланың сөйлеу тілі туа біткен процесс емес екенін көптеген авторлар дәлелдеп тастаған. Сөйлеу тілінің дамуы оның ішінде миының орталықтарына, ой өрісімен, дененің дамуына байланысты болып келеді. Статистика бойынша баланың тіл бұзылысы жылдан жылға өсуде. Оның себептері әртүрлі ішкі және сыртқы жағымсыз факторлардың әсерінен болады. Оларды атап өтетін болсақ, экологиялық жағдайлар, мидағы ісіктер, түрлі инфекциялық аурулар. Және де сонымен қатар әлеуметтік жағдайлар да әсерін тигізіп жатады. Мысалы айтатын болсақ, отбасыда екі тілдің сөйлеуінде, теледидар, смартфондар, ноутбуктарға баланың тәуелді болуы. Бұның барлығы балаға өте жағымсыз әсерін тигізіп жатады. Бала өз әлемінде, өз қиялында өзгеленіп жүретін болады. Қазіргі кезде логопед маманы тек қана арнаулы мекемелерде ғана емес, жалпы білім беретін бастауыш сыныптарға да көмегі тиері сөзсіз. Тіл мүкістігі көбінесе мектеп жасына дейінгі балаларда кездесіп жатады. Қазіргі ұрпағымызда тілді көрнекіліксіз меңгерту мүмкін емес. Бала дыбыстарды дұрыс айту үшін міндетті түрде фонематикалық есту қабілеті, дыбыстық талдау, жинақтау қабілеті дамуы қажет. Біз балаларды осы дағдыларға үйретуіміз қажет. Себебі ол өз бетінше бала қалыптаса алмайды. Сондықтан осы бағыттағы жұмыстарға түрлі ойын түрінде арнайы әдіс тәсілдерді пайдаланып отыруымыз қажет. Соның бірі скаффолдинг әдісі деп аталады. Скаффолдинг дегеніміз адамдар немесе материалды қолдау. Осы қолдау арқылы бала өз бетінше қол жете алмайтын дүниелерге қол жеткізе алады. Скаффолдингтің сыни тұрғыдан ойлауға, тапсырманы қызығушылықпен орындауға қолдау көрсетеді. Бұл қолдау тапсырманы жеңілдетпейді, керісінше баланың өзінің даму аймағында қалуына көмектеседі. Скаффолдинг технологиясы баланың өз бетінше тапсырманы шешу қабілетін дамыту және де басқа балалармен бірлесе отырып орындау қабілетін жеткізу негізінде қаланған. Бала бүгін педагогпен бірге ұйымдасып жұмыс жасаса, ол ертең жеке өзі орындай алады барлық осы тапсырмаларды. Педагог мектеп жасына дейінгі балалармен жаңа, қызықты, қауіпсіз жұмыстармен жұмыс жасау керек. Кейбір уақыт өткен соң бала өз бетінше әрекеттерді жасай алатын болады. Скаффолдингтің екі ережесі бар. Біріншісі, бала өзі шеше алмайтын тапсырмаға көмегімізді тигізу. Ал екіншісі, бала өзі шеше алатын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру. Скаффолдинг тек қана тез нәтижеге жетіп қоймай, ол келешектегі проблемаларды өз бетінше шешуге көмектеседі. Скаффолдинг стратегиясының 5 негізгі сипаттамасын бөліп қарастыруға болады. Біріншісі, іс-әрекетке ниет қоямыз. Екінші, іс-әрекеттің орынды болуы. Үшінші, іс-әрекеттің құрылымы. Төртіншісі, ынтымақтастық. Бесінші, іс-әрекетті игеру. Және де біз ұсақ қол моторикасын дамытуға, ортада өз-өзін ұстауға, барлық психикалық үрдестерді дамытуға мол әсерін тигізіп жатады. Баланың және де біз баланың шығармашылық қабілетін дамыту үшін бірнеше шарт орындауымыз қажет. Ең біріншісі, шығармашылық қабілетін дамытуда ерте бастан бастауымыз керек. Баланы кіші жастан бастап бастауымыз керек.
екіншісі жүйелі түрде сол шығармашылық әрекетті жағдайда болуымыз керек. Үшінші, шығармашылық іс-әрекетке түрлі жағдайларды тудыруымыз қажет. Баланың ақыл ойы саусақтарының ұшында деп Сухомлинский бекер айтпаған. Түзету, дамыту, сөйлеу тілін жетілдіру, тіл оңтүстігін алдын алу, ұсақ қол моторикасының дамыту мақсатында скаффолдинг әдісін пайдалануымыз қажет. Оның ішіне айтып өтетін болсақ, ол жақтың пайдалы жақтары баланың ертерек сөйлеуіне ықпал етеді. Алақан мен саусақ нүктелерінің қозғалу арқылы миға жақсы өзінің сигналын түсіреді. Үшінші, баланың ойлау қабілеті ерте дамиды. Алақандағы нүктелер арқылы ми дамуын жылдамдатады, сезімталдықты оятады. Ұсақ моториканы дамытудың маңызы адамның бас миындағы саусақ қимылына және де сөйлеуіне әсерін беретін миында орталықтар өте жақын орналасқан. Ол баланың қолдың саусақ моторикасына, зейініне, ойлауына, байқампаздық, сөйлеуге әсерін тигізіп жатады. Мен балалармен жүйелі түрде түрлі жұмыстар жасап, нәтижесінде балалар айтарлықтай дәрежеде дамып жатыр. Мектепке баратын жасқа толған балалар кедергісіз қабылданады. Әр түрлі бағыттағы тіл мүкістігі бар балаларды оқытып, тәрбие барысында арнайы әдістерді пайдалана отырып, шығармашылыққа баулу мақсатында қызықты жұмыстарды жүргізіп отырамын. Айта келсек, мен өз балаларыммен құрастыру ойынын көп ойнатамын. Ең алдымен олар ұсақ қол моториканы, көздің және кеңістік ойлауды дамытып жатады. Бұл жұмыстың жасау барысында балалар қиял мен табандылықты дамытады, шығармашылыққа үйретеді, ұсақ қол моторикасы дамиды, түстерді айыра біледі, ептілікке үйренеді, шыдамдылыққа үйренеді және де ұқыптылыққа тәрбиелейді. Олай болса, күнделікті жасап жүрген саусаққа арналған жаттығуымызды жасайық. Қазір жылдың қай мезгілі? Көктем мезгілі. Көктем мезгілінде не жауады? Жаңбыр. Ендеше жаңбыр жаттығуын жасайықшы. Кәнекей, қолымызды көтереміз. Бұлт қабағын түйіп ап, бүркеп алды аспанды. Тырс, 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 тырсылдап, жаңбыр жауа бастады. Жарайсыңдар. Логопед өте шығармашыл мамандық. Әр маманның өзінің тактикасы, жұмыс жүргізудің өзіндік ерекшеліктері болады.
мен өзім білетін, жасай алатын жұмыстармен, дүниелермен, өзімнің бүлдіршіндеріммен бөлісіп, олардың бойына сіңіру үшін ерекше шабытпен, ықыласпен жұмыс жүргізіп келемін. Қорытындылай келе, логопед балаға қарым-қатынас түсудің шексіз мүмкіндіктеріне ғана жол ашпайды. Ол бүлдіршіндеріміздің үлкен әлемдегі түрлі адамдармен қарым-қатынастарға түсуге апаратын жол серігі. Сондықтан да біз өсірген ұрпағымыз кішкентай бүлдіршіндерімізге өзінің нақты орындарын тауып, батыл, жігерлі, табанды болып өсуіне бірге атсалысайық.